Төртінші дәріс. Көркем тіл мен әдеби тіл. Дәрісте әдеби тілдің анықтамасын береміз, яғни ұлттық тілдің жоғары формасы. Екінші, көркем тілдің мәнін ұғамыз. Әдебиеттегі тілдік құралдар жүйесімен танысамыз. Үшінші, екі тілдің байланысы, яғни көркем тіл мен әдеби тілдің байланысын, әрекеттесу мен ықпалын білетін боламыз. Одан кейін төртінші, әдеби тіл нормаларын дұрыс қолдану ережелерімен танысамыз. Әдеби тіл ұлттық тілдің жоғары формасы. Әдеби тіл ұлттық тілдің ең жоғары өңделген, нормаланған формасы. Ол қоғамдық қарым-қатынастың барлық салаларында білім, ғылым, өнер, саясат, заң, бұқаралық ақпарат құралдары және тағы да басқа салаларда кеңінен қолданылады. Бұл тіл халықтың мәдени, рухани және әлеуметтік өмірінің айнасы болып табылады. Сондай-ақ қоғамның даму деңгейін көрсетеді. Әдеби тілдің ерекшеліктері. Бірінші, нормалану. Әдеби тіл орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық, стилистикалық нормаларға қатаң бағынады. Бұл оның жүйелілігін және тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Екінші, қоғамдық міндеті. Ол халықтың мәдени, рухани, әлеуметтік өмірінің айнасы болумен қатар, қоғамдағы білім мен ақпарат алмасудың негізгі қызметін атқарады. Үшінші, жазбаша және ауызша формасы болады. Әдеби тіл жазбаша мәтіндерде де, ауызша сөйлеуде де қолданылады. Осылайша, коммуникацияның екі түрінде қамтиды. Төртінші қасиеті тұрақтылығы мен жүйелілігі. Тілдік жүйелік пен кодификацияланған сипатқа ие. Емле, грамматикалық ережелер тағы басқа. Бұл оның ұзақ мерзімді қолданысын қамтамасыз етеді. Мысалы, бүгінгі таңда қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде кеңінен қолданыс табуда. Бұл сөйлем әдеби тіл нормасына сай ресми стильде жазылған. Көркем тіл эстетика мен образдың сиқырлы әлемі. Көркем тіл көркем әдебиетте қолданылатын тілдік құралдардың жүйесі. Ол адамның эстетикалық танымына және эмоциялық әсеріне бағытталады. Оқырманның қиялын оятып, сезімдеріне әсер етеді. Бұл тіл тек ақпарат берумен шектелмей, әлемді көркемдік тұрғыдан бейнелейді. Көркем тілдің негізгі қасиеттері. Эстетикалық қызмет атқарады. Тіл арқылы көркем образ жасалады. Бұл оқырманға немесе тыңдаушыға ерекше әсер қалдырады. Көркемдік бейнелеу тәсілдеріне сүйенеді. Троптар, теңеу, метафора, эпитет, гипербола және тағы басқа. Фигуралар, қайталау, инверсия, шендестіру арқылы сөздің мәнін тереңдетеді. Жазушының стиліне байланысты өзгереді. Әр қаламгердің өзіндік жазу мәнері көркем тілде айқын көрініс табады. Сезім мен қиялға әсер етеді. Оқырманды шығарманың ішкі әлеміне енгізіп, оның эмоциялық реакциясын тудырады. Көркем тіл әдеби тілдің аясында соның негізінде қалыптасады. Бірақ кейде ауызекі сөйлеу тілі, диалект, көнерген сөздер, кірме сөздерде көркем мақсатта қолданылады. Әдеби тіл мен көркем тілдің байланысы. Әдеби тіл табиғаты нормаланған жүйелі. Қызметі коммуникативтік, ақпараттық. Пайдаланылу аясы ресми, ғылыми, публицистикалық, тұрмыстық қатынаста қолданылады. Құралдары жалпы қолданыстағы сөздер. Ұлттық тілдің байлығын көрсетеді. Көркем тіл табиғаты эстетикалық бейнелі. Қызметі эмоциялық көркемдік. Пайдалану аясы көркем әдебиетте ғана қолданылады. Құралдары метафора, эпитет, стильдік реңкі бар сөздер, экспрессиялық бірліктер. Ол әдеби тілдің мүмкіндіктерін кеңейтеді. Қорытындылай келе, көркем тіл әдеби тілдің негізінде дамиды. Әдеби тіл көркем тілге тірек болады.
Көркем шығарма әдеби тілді байытады, оны дамытады және қалыптастырады. Бұл екеуі бірін-бірі толықтырып, ұлттық тілдің өркендеуіне үлес қосады. Әдеби тіл нормалары тіл мәдениетінің негізі. Әдеби тілдің нормалары белгілі бір тілдік элементтерді қолданудағы тұрақтылық ережелері. Олар тілдің сауаттылығын, анықтығын және түсініктілігін қамтамасыз етеді. Бұл нормаларды сақтау тіл мәдениетін көрсетеді. Бірінші, орфоэпиялық норма, сөзді дұрыс айту, дыбыстау ережелері. Екінші, орфографиялық норма, сөзді дұрыс жазу емлелері. Үшінші, лексикалық норма, сөзді мағынасына қарай орынды қолдану. Төртінші, грамматикалық норма, сөйлем құрылымын дұрыс құру, морфологиялық және синтаксистік ережелер. Бесінші, стилистикалық норма, қолданыс ортасына, мақсатына сай сөзді таңдау, стильдік сәйкестік. Алтыншы, пунктуациялық норма, тыныс белгілерін дұрыс қою, сөйлемнің мағынасын айқындау. Қорытынды: екі тілдің бір тұтастығы. Әдеби тіл ұлттық мәдениетінің тірегі, тілдік жүйенің ең биік формасы. Көркем тіл әдеби тілдің көркем әдебиеттегі эстетикалық көрінісі. Екеуінің байланысы органикалық. Көркем тіл әдеби тілдің мүмкіндіктерін барынша пайдаланады әрі оны байытады. Әдеби тіл нормаларын сақтау тіл мәдениетінің сауаттылықтың көрсеткіші. Талқылауға арналған сұрақтар. Бірінші, салыстырмалы талдау. Әдеби тіл мен көркем тілдің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырып, олардың қоғамдағы рөлін анықтаңыз. Екінші, шығармашылық талдау. Абайдың немесе Мұхтар Әуезовтің шығармасынан көркем тіл үлгісін тауып, оған жан-жақты талдау жасаңыз. Үшінші, тілдік нормаға келтіру. Төмендегі сөйлемдерді әдеби тіл нормасына келтіріп жазыңыз. Мен кеше ол жаққа барғанмын, сосын олар мені күтпеді.